Қаржылық мониторинг агенттігі Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызмет күш қолдану арқылы өз бетінше әрекет ету және алаяқтық фактілері бойынша тергеуді аяқтады. 2013 жылдан 2025 жылға дейін күдікті тиісті лицензиясыз жеке және заңды тұлғаларға мүлік кепілдігімен пайызға жүйелі түрде қарыз беріп келген. Мәмілелерге заңды сипат беру үшін келісімшарттарда нақты берілген сомадан едәуір жоғары сома көрсетілген. Себебі құжатта алдын ала есептелген сыйақы қосылып отырған. Қарыздар бойынша ай сайынғы сыйақы мөлшері қарыз сомасының 5-10% құраған, бұл жылдық есеппен 60-120%-ға тең. Сондай-ақ қарызды жасыру және оның қайтарылуын қамтамасыз ету мақсатында мүлікті сатып алу, сату туралы жалған шарттар рәсімделген. Заңсыз қызметтен түскен қылмыстық табыс 1,8 миллиард теңгеден асты. Күдіктінің әрекеттерінен азаматтар зардап шеккен. Жедел қаржылай көмекке үміт артқан олар жоғары пайыздық мөлшерлемелермен мүлкінен айырылу қаупіне тап болған. Күдікті қарыз алушыларды ақша немесе жылжымайтын мүлік беруге мәжбүрлеу мақсатында жүйелі түрде күш қолданып, психологиялық қысым көрсеткен. Бұдан бөлек күдікті сот процестерін бастамашылық етіп, 11 миллион теңге көлеміндегі бір қарызды әртүрлі құжаттар негізінде 2 рет өндіріп алған. Міндеттеменің іс жүзінде орындалғаны туралы мәліметтер сотқа әдейі ұсынылмаған. Сот санкциясымен қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған жалпы құны 1,1 миллиард теңгені құрайтын мүлікке тыйым салынды. Тыйым салынған мүліктің қатарында 2 пәтер, 2 тұрғын үй, жер телімі, сондай-ақ Land Rover, Range Rover және Hyundai Staria автокөліктері бар. Күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды, қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.